Алдағы болатын саяси науқанға Ақтөбе облысында құрылған 521 сайлау учаскесі сақадай сай. Оның 125-і облыс орталығында орналасқан. Сайлауға дәл 20 күн қалғанда жергілікті атқарушы билік өкілдері сайлаушылардың тізімін толық тапсырды. Нәтижесінде тізімге өңірден 448.526 адам еніп отыр. Халықты ақпараттандыру жұмысы да тиісті деңгейде жүргізілуде. Қаладағы және аудандардағы сайлау учаскелерінің жұмысы кешкі сағат 20:00-ге дейін ұзартылды. Сол уақытқа дейін кез келген тұрғын өзінің сайлаушылар тізімінде бар жоқтығын тексеруге құқылы. Облыстық комиссия осы уақытқа дейін 12 ауданның онында болып, көшпелі жиындар өткізді. Саяси науқанға жауапты тұлғалар мен халықтың дайындығын көрді. Әрбір ауданда, қаланың басында, осы Ақтөбе қаланың басында анықтама службаларымыз жұмыс жасап жатыр. Үйде отырған сайлаушы телефон шалып, өзі қай жерден дауыс беретіндігін сайлау учаскесін анықтауға мүмкіншілігі бар. Сол күні, мысалы, келе алмайтын болатын болса, осы бастан үлкен кісілер болатын болсын, ауырып жүрген азаматтар болатын болсын, телефонменен хабарласып, учаскелік сайлау комиссияға арыздарын беріп, сол кезде 26 сәуір күні дауысты үйден беруге мүмкіншіліктері бар.